Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін керемет үлпілдек болып пісетін булочканың рецептін сіздерге ұсынамын. Тәтті тоқаштар деп аталады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттерді астына жазып кетемін. Алдын ала даусым үшін кешірім сұраймын. Біраз ауырып қалған едім. 2 жұмыртқамызды венчикпен араластырып аламыз. Дағы үстіне қант қосамыз. Миксер қолданбай қойсаңыздар болады. Венчик қолданасыздар, немесе венчик болмай жатса тіпті шанышқымен де жасауға болады. Кейін оның үстіне сүтті құямыз. Сүт міндетті түрде қыздар жылы болу керек, жылыдан да сәл ыстығырақ болу керек. Кейін оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Және де дрожжи қосуымыз қажет. Барлығымызды венчикпен араластырып аламыз. Тұз қосамыз. Тағы да араластырамыз. Және де ұнды қосатын боламыз. Қыздар, ұнды мен төменде көрсетіп кеттім. Қанша қосу керек екендігін мен осылайынан аз-аздан қосып елеймін. Ұнның сорты әртүрлі болады. Сол себепті нақты қанша кететінін айта алмаймын. Менде шамамен 750 грамдай кетті. Енді 700-800 деп есептеп алсақ, орта есеппен қатты көп қосып, қап-қатты етіп тастамаңыздар. Қолға бастысы қатты жабыспайтындай, жұмсақ қамыр болып шығу керек. Тағы да айтамын, қатты көп ұнды қосып, қамырды қап-қатты етіп тастамаңыздар. Олай жасайтын болсаңыздар, қамырларыңыз піскен кезде тоқаш емес, нан сияқты болып қалады, қап-қатты. Сол себепті жұмсақ болғаны абзал. Кейін оны пищевой пленкамен немесе орамалмен де болады, жай ғана орап, жылы жерге ең кемі дегенде 40 минутке қойып қоясыздар. Жалпы тез көтеріледі, бірақ ол дрожжиға да байланысты болады. Тез көтерілуі тиіс. Кейін осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті осылайынан алдын ала дайындап қоямыз. Кейін осы бір бөлігін 4-ке бөлеміз. Қыздар, жалпы тоқаштарды өздеріңіз қандай формада жасағыларыңыз келеді, жасауға болады. Тіпті былай қарағанда қатты қиналмай дөңгелек етіп жасап пісіре салсаңыздар да болады. Мен кішкене әдемірек болсын деп осылайынан жайып алдым. 4 бөлікке бөлдім, дағы кішкентайын жайып алып, үстіне сары май жақтым, қант себеледім үстіне. Кейін оны орап, бір-біріне майыстырып, бетіп кесіп жібердім. Өздеріңіз қалаған формада жасауға болады. Бұл жерде нақты қағида жоқ, шыны керек қыздар. Жаңағы айтып тұрмын, тіпті жай ғана дөңгелек етіп пісірсеңіздер де болады, нан көтеріледі. Бастысы, қыздар, жасап болғаннан кейін бір 10-15 минутке қойып қойыңыздар, ол тағы да көтеріледі, сонда өте күшті болып шығады. Осылайынан орап жасадым. Негізі әртүрлі қылып жасауға болады, шыны керек. Интернетте түрлі формалары бар, бірақ мен кішкентай балам бар болғандықтан, шыны керек, қатты былай әдемі жасайтын уақытым болмады. Қанша қалай жасауға үлгердім, солай жасадым. Сол себепті өздеріңіз жасайсыздар. Менің басты мақсатым сіздерге, қыздар, қамырын көрсету болды. Өйткені бұл қамыр өте жұмсақ болып шығады. Бұл қамырдан тіпті осы қамырдан, бұл енді тәтті қамыр ғой, бұдан
үлпілдек тәтті нан пісіруге де болады. Енді тағы да бір түрін көрсетейін қыздар. Мен рогалики жасадым. Осылайынан ортасынан бөлдім. Бірақ жасайтын кезде есіме түсіп кетті. Үйде менде вареная сгущенка жоқ екен. Сол себепті мен начинкасы жасадым. Осылайынан бөліп аласыздар дағы. Мен ортасына жаңағы май жақтым да қант жақтым. Бірақ дәмді шықты. Егер де ортасына вареная сгущенка, джем салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Маған шыны керек болса рогалики жасаған түрі ұнады. Біздің отбасымызға да ұнады, яғни фаворит болатыны анық болды. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тек мынау астыңғы жағын, жаңағы мынау қамырдың ең соңғы жаңағы ұшын астыңғы жағына қарай орап қойсаңыздар ашылып кетпейді екен. Мен бір-екеуі үстіне қарай жаңағы тұрып қалыпты, сол жерлері ашылып кетті. Сондағы мен байқағаным, егер де қамырдың ұшын астына қарай қойса, сонда ашылып кетпейді екен. Кейін осы дайындап алған қамырыма, яғни жұмыртқаның сарысына кішкене азғантай мөлшерде сүт қостым. Сүтті неге қостым? Себебі менде 2 протеин шығатын болды. 2 жұмыртқаны жаңағы кетірмеу үшін мен аздап сүт қостым. Осы қамырдан жалпы 4 бөліктен қыздар 2 протеин шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Шайға енді керемет болып шығады. Маған ең бастысы қамыр ұнады. Ал жаңағы формасын өздеріңіз қандай ұнатасыздар солай жасауға болады. Әртүрлі формалар шыны керек интернетте толып тұрды. Міне осындай керемет болып піседі қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіз. Міне бір-екеуі менде ашылып кетті. Астың жағына қойсаңыздар ашылмайды екен. Осылай керемет болып шығады қыздар. Ыстық шаймен өте күшті, жүп-жұмсақ. Шайға енді өте керемет, жүп-жұмсақ болып шығады. Балалардың қолына ұстауға да ыңғайлы. Мен осындай формада жасадым. Қызымның қолына ұстатып қойсам да болады. Осындай жұмсақ қамыры енді мынандай жұмсақ болады. Ас болсын.